Неке жаңа өзенге қолдау көрсеткен ақтаулықтарды, барлық мына аудандарды, Ақтөбе, Астана қолдау көрсетіп жатқан қалалардың шыққан тұрғындарына үлкен алғыс айтқым келеді. Сонымен бірге айта кетпегім, үкімет егер осындай толқуларды болдырғысы келмесе, онда халықпен санасу керек. Мінеке, Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз білуімше, естуімше, мына Қазақстан Республикасының территориясында екінші АЭС-ті салуға рұқсат беріп отырған сияқтысыз. Бірақ та сіз халықпен санастыңыз ба? Біз Қазақстан халқы, менің ойымша, бір 90%-дан кем емес, АЭС-ті салуға қарсы. Мейлі ол озық технологиямен салынатын болсын. Бірақ та біз Ресей Федерациясының озық технологиясына да сенбейміз. Құй ол заманауи, сондай Жапонияның тағы да басқа технологиялардың, басқа елдердің технологияларымен салынса да. Мына заманауи технологиялар оларда болса да, сонымен салынса да, қазір барлық дүниежүзі бас тартып отыр. Германия мінеки өзінің несінен естуімше бас тартып отыр. Олар бәрі жасыл, экологиялық неге көшіп отыр, энергия көзіне көшіп отыр. Сондықтан соны халықтың осындай толқулары бүкіл Қазақстан бойынша толқуларға алып келмесе десеңіз, халықпен санасыңыз. Сосын цифровизация. Біз естіп жатырмыз, баяғыда былтыр беріліп жатқан, биыл енді бір нақтылы сондай не болды деген сөз шығып жатыр қазір. Бәрібірде енді Қазақстан халқы, мен қателеспейтін шығармын, егер 90%-нан кем емес, мына барлық біздің мәліметтерімізді көрші мемлекетке беріп қоюға қарсы деп. Соны да халықпен келісу керек. Тұрақтылық елде болсын десеңіз, халықпен барлығын келісу керек. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сондай өтініш сізге. Сосын біз мінеке халықтың өте көп пайызы қарсы болған кедендік одаққа, экономикалық одаққа. Енді қазір біз соның жемісін көріп отырмыз, неде, тырнақшада айтқанда. Сол АЭС соның жемісі, цифровизация соның жемісі. Сосын жемісі мына біздің елде орыс тіліне ксенофобия болып жатыр деп жатыр ғой. Ол біздің сол жеңіс. Онсыз да біз орыс тілді Қазақстанда, мен сондай формулировка қойған, орыс тілді Қазақстанда тұрып жатырмыз. Шынымен де біз орыс тілді Қазақстанда. Путин өзі айтады, это 100% русскоговорящая страна. Мінеки, біздің қазақ тілі жоқ бізде, ешқандай жерде біз қазақша қызмет ала алмаймыз, өз елімізде, өз жерімізде. Осындай масқара. Соған қарамастан сіз мына неге барғанда, Путинға барғанда ма, звондағанда ма, нетіпсіз ғой, мінеки, бізде орысша университетті ашу керек. Енді Ресейдің университетін. Кешіріңіз, президент мырза, бізде онсыз да университеттерде техникалық мамандықтар ешқашан қазақ тілінде болмаған. Жоқ, бар, топтар бар, атауы қазақ тіліндегі топтар бар. Бірақ та онда мен білмеймін неше пайыз пән, бір 50%-ға шейін шығар, 20-30% нақтылы. Олар орыс тілінде оқытады. Қазақша дым білмейтін, түсінбейтін, мысал үшін шетелден біздің келеді, қандастарымыз оқиды. Олар түсінбейді, олар жылайды, өйткені орыс тілінде сол пәндер. Неге көрдіңіз, әлі мына Ресейдің емес, заманауи шетелдің, мына ағылшын, Жапония,
солардың пәндерінен, солардың ғылымнан аударылу керек. Ол әлі аударылған жоқ. Ол тек қана мына орыс ғылымның несінен аударылып жатыр. Ол да мінекей 30 жылда аударылып біткен жоқ. Өйткені ғылымға бізде сондай көзқарас, екінші деңгейдегі ме, нешінші деңгейдегі білмеймін. Енді одан сайын қазақ тілін жолатпаудың, мен солай ойлап тұрмын, енді амалы бұл. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы мына тіл тағда үшін шықпаса, халық Жаңаөзендегідей қазір бүкіл ел болып шығады, мен онда ойлап тұрмын. Сондықтан сол жағын ойланыңыз. Міндетті түрде мемлекеттік тіл заңы қалыптасу керек. Қазір сондай деңгейге жеттік. Мен бір 2 апта болды, көшеде бір 11-12 жастағы қазақтың баласынан сұрадым: Толстой көшесі қайда? Ол айтады: я не понимаю. Көрдіңіз? Мен айтым: Толстой көшесі, ну и? Мен айтым: көше, улица. Улица Толстого. Я, маған сөйтіп айтты. Неке, көрдіңіз қандай масқара болып жатыр? Әлде енді президент мырза, сіз Қазақстан Республикасының басшысысыз. Мен енді айта алмаймын, әлде сізге қазақтың тілі керек жоқ па деп. Сондай масқара болып жатырмыз. Мына жақсы, сіз көрнекі ақпарат мына заңына қол қойдыңыз. Жай көрнекі ақпарат. Онда жазады, енді бір кәмпит ұстатқан сияқты бізді. Бір енді орыстар айтады ғой, оберткасы. Сырты былай әдемі істелген, ішінде енді немене қойып қойғаны белгісіз деген сияқты. Сондықтан сол жағында мен қатты сұраймын. Біз ұлттығымызды жоғалтпасақ, сіздер мақсат жоғалтпасын десек, сіздер мына үкімет, президент мырза қазақ ұлттығын тіл арқылы жоғалтсын деген мақсат қоймасаңыздар, Құдай үшін тілді қолға алыңыз. Онсыз біз ұлтсызданып, енді ұлттығымызды жойып, сондай дүбәра ұлтқа, ұлт емес дүбәра тобырға айналамыз. Нәтижесінде қазір жаппай көшіп жатқан жастар одан сайын көшеді. Менің өзімде де ой пайда болады. Тілсіз, ешқандай несіз отанда өмір сүргенше, онда басқа жерде мен бір экономикалық жақсы, мына демократиясы жақсы, бір шама сондай елде өмір сүрейін деп, мысал үшін көп адамдарда, менде де сондай ой пайда болады. Сондықтан мемлекетте кім қалады, мына мемлекетте? Сосын мына біз тәуелсіздікті немден алдық? Біз тәуелсіздікті алдық коммунизмнан, алдық мына советтік жүйеден. Бізде декоммунизация, десоветизация өткен жоқ. Сіздер өткізулеріңіз керек еді 30 жылда. Оны істеген жоқсыздар. Оны қолға алған Марғұлан Боранбай. Сол жалғызын Марғұлан Боранбай, білмеймін енді тағы да кім екен. Оны түрмеге отырғызып қойдыңыздар. Тілді қазақтардың енді бір резервациядағы сияқты болып отырмыз ғой. Қызмет жоқ бізде. Кереку қаласында қазақ тілінде бізде ешқайда қызмет жоқ. Бар жерде қызмет тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Сіз барыңыз дәріханаға, сіз барыңыз неге, дүкенге, сіз көлікте жүріңіз, автоинформаторда екі тілде айтады, сынып қалғанда тек қана орыс тілде. 30 жылда бірде-бір кондуктор жолақыңызды төлеңіз деп айтып көрген жоқпын. 30 жылда соны билік әдейі істеп отыр, Керекудің билігі. Енді со резервацияда сияқты адамдарға Қуат, Ахмет түсіндіріп, мінеке, сендердің қазақ тілдер, сендердің құқықтарың бар қазақша сөйлеуге деген адамды енді елден қуға жағдай істедіңіздер. Үстінен қылмыстық іс қозғадыңыздар. Бұл өте масқара. Бұл енді былай шет қарағанда мемлекет өзінің тіліне өзі қарсы шығып жатыр. Мемлекет тілін, жоқ тілін, мемлекетте қолданбайтын тілін, де юре бар, де факто жоқ. Соны торына қондырам деген, талпынып жүрген
адамдарды қудалап енді шеттен шығарып жіберу, ол өзінің мемлекеттілігіне өзі қарсы жұмыс істеп отырған мемлекет сияқты, бір құбыжық мемлекет сияқты көрінеді. Сондықтан Қасым Жомарт Кемелұлы, мен сізден өте өтініп сұраймын, патриот жастарды қудалауға жол бермеңіз. Марғұлан Бұрынбай шықсын түрмеден. Қуат Ахмет елге келтірілсін. Ешқандай қылмыстық іс оның үстіне қозғалмасын. Тағы да осы бағыттағы патриот жастарымыз, мен енді онша біле бермеймін барлығын, сондай бағыттағы жастар болса, оларды да қудалау тоқтатылсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Керекуден Бейсенбай Тегір, Роза Зайкенқызы.